Құрметті Шабиба ФМ тыңдармандары, бүгін біздің студиямызда белгілі халықаралық журналист Қанат Әуесбайұлы. Сонымен Қанат ағай, біздің оқушыларымызға радио ұжымына деген тілегіңізді біздің студияда жазып қалдырсаңыз. Менің айтарым, болашақ журналистерге, осы Айша Биби радиосынан тілеп жатқан журналистерге ең үлкен айтатын ілтипатты тілегім, ол әрқашанда өздеріңіз ешкімді қайталамайтын өзіндік қолтаңбаңызды қалыптастыруға тырыссаңыз. Бүгінде телеарна көп, радио көп, газет көп, сол көптеген ақпарат құралдарының ішінен сіздің үніңіз жарқын шығу үшін, басқалардан дауысыңыз ерекше шығу үшін, өзіндік қолтаңбаңыз басқалардың арасынан бірден бөлініп тұру үшін өзіндік имиджіңіз қалыптасу керек, өзіндік стиліңіз қалыптасу керек, өзіндік қолтаңбаңыз қалыптасу керек. Ендеше әрдайым күнделікті жұмыста келешекте журналист болам дегенде өзіне бір мақсат етіп алған әрбір жас өренге менің тілерім әрқашан ешкімді қайталамайтын өзіндік сүрлеуіңізді салуға тырысуыңыз керек. Сол кезде сіз байқаласыз, сіз бірден байқаласыз, сіз туралы айта бастайсыз, сізді талқылай бастайды және журналистиканың биік шыңына жете аласыз деген тілек айтқым келеді. Қанат аға, үлкен рахмет айтқыңыз келеді. Алдағы уақытта осы радио ұжымы осы тілектеріңізді орындайды деген тілекпен, ниетпен интервьюімізді аяқтайық.